Барлығына сәлем. Бүгін бананды трайфл жасайтын боламыз. Дәмі өте дәмді және балмұздаққа ұқсайды, жұмсақ және 2 сағат торт сияқты оның сіңуін күтпей-ақ бірден дастарханға қоя берсеңіз болады. Видеоны соңына дейін қарап, маған тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен осы ингредиенттер дайындап аламыз. Електен ұнымызды, какаоны және қопсытқышты өткізіп аламызда араластырып бір шетке қойып қоямыз. Таза құрғақ ыдысымызға 3 жұмыртқаға 1 кесе қантымызды салып, миксермен әппақ болғанша көтереміз. 3-тен 1 кесе сұйық майымызды және қалған құрғақ ингредиенттерімізді салып араластырып, үстіне 3-тен 1 кесе қайнаған суымызды құйып миксерлейміз. Алдын ала қызған пеште 25 минут 180 градуста пісіріп аламыз. Ол уақыт аралығында крем жасаймыз. Кремнің 2 түрі бар, біреуі сұйық, біреуі қою, қалауыңыз бойынша жасай беріңіз. Мен сұйықпен жасадым. Ең алдымен қантпен клейгейді көтеріп аламыз. Кішкене сүзбелі ірімшік салдым, 50 граммдай. Одан кейін сгущенка құйдым. Сол уақытта осындай сұйық крем болып шықты. Бисквиттеріміз піскен уақытта майдалап аламыз. Жарты бөлігін ең алдымен астына салып шығамыз. Үстіне кремнің жартысын құямыз. Ортасына банан болмаса құлпынай салсаңыздар болады, сол кезде дәмі өте әдемі болады. Үстіне қалған барлық кремді құйып, тоңазытқышқа салып қоямыз. Үстіне ганаш жасаймыз. Ол үшін 1-1 шоколад пен майды араластырып, қайнаған суда екеуін ертіп аламыз. Міндетті түрде суығаннан кейін барып, үстіне құйып, барлығын біркелкі қылып жайып шығамыз. Қалауыңыз бойынша әсемдесеңіздер болады. Жасап көріңіздер, өте дәмді. Әрі дәмі балмұздаққа ұқсайды, өте жұмсақ. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар, бұдан да басқа рецепттер бар. Сау болыңыздар.